Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін өте ерекше, әдемі, тойымды кешкі астың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Бір жасағаннан шығатын тойымды өте әдемі, керемет болып шығатын кешкі ас. Бізге қажетті заттар: тартылған ет қажет, және де бұрыш, тұз, пияз қажет салмасына, қамырына ұн, жұмыртқа, су және де бір ас қасық тұз, картоп, пияз, сәбіз қажет болады. Алдымен тағамымыздың қамырын илеп аламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне бір жұмыртқамызды салып, 150 грамм салқын судың үстіне бір ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құйып, қаттылау қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Кәдімгі еттің қамыры сияқты ғып илеп шығамыз. Мінекей, қолға жабыспайтын өте әдемі қамыр илеп алдық. Қамырымызды 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Осындай пакетке салып қоямыз. Болмаса бетін жауып. Енді сол аралықта салмаларын дайындаймыз. Алдымен қуыратын заттарын дайындаймыз. Қуыратын заттарға пияз, картоп, сәбіз қажет болады бізге. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Картоп сәбізімізде үлкендеу қылып, бір келкі формада турап шығамыз. Енді бұл кез келген формада турауға болады. Мен осылай төртбұрышты қылып турап шықтым. Ең бастысы майдалау болған дұрыс. Барлығын турап шығамыз. Турап болған соң 50 мл-дей сұйық майымызды қазанымызға құямыз. Үстіне пиязымызды саламыз. Кішкене қызарғанша пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз қызара бастағанда үстіне картопымызды, сәбізімізді салып, дәміне қарай тұз және де томат пастасын қосамыз. 2 шай қасық тұз қостым, және де 2 шай қасық томат пастасын қостым. Енді жақсылап араластырып аламыз. Кішкене 5-10 минут қуырып алған соң, үстіне 500 мл-де, яғни жарты литр су құямыз. Осындай өлшеуіш ыдыспен құйдым арнайы. Артық су құймауы қажет, себебі бізге артық судың қажеті жоқ, өлшеп құюымыз керек. Қазанымыздың қақпағын жауып, енді орташа отта қоямыз. Сол аралықта енді салмасын дайындаймыз. Қамырымыздың арасына салатын пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Турап алған пиязымызды тартылған еттің үстіне салып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, 15-20 минут өткен соң қамырымызды алып, пакетімізден алып, үстіне азырақ ұн себелеп отырып, 2 бөлікке бөліп аламыз, яғни ортасынан қақ бөлеміз. Қолымыздың көмегімен осылай дөңгелек жасап аламыз қамырымызды. Бір бөлігін алып, қамырымызды жая бастаймыз. Кәдімгі дәл бауырсақтың қамырындай қылып жайып шығамыз. Дөңгелек қылып, бізге қатты жұқа да болмау керек, қатты қалың да болмау керек. Дәл бауырсақтың қамырының қалыңдығындай қылып жайып шығамыз. Қамырымызды айналдыра отырып, жақсылап жайып шығамыз. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай қалыңдықта жаямыз.
Енді осындай бакалдың көмегімен қамырларымызды домалақ формаға келтіріп кесіп аламыз. Мінекей осылай домалақ қып кесіп аламыз қамырымызды. Барлығын осылай алдымен кесіп дайындап аламыз. Бұның көлемі тұрақты емес, қатып қалған заңдылық жоқ. Бұдан үлкендеу кесемен де кесуге болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Мен осындай стаканмен кестім, кішкене әдемі көріну үшін. Енді қамырларымыз дайын болған арасына салмамызды салып, дәл самса сияқты түйеміз. Кішкене ортасын ашып қоямыз, яғни толық түймейміз. Үш жағынан түйіп, ортасын кішкене ашық қалдырамыз. Видеода қарап тұрғандарыңыздай дәл осылай жасаймыз. Тағы да бір рет көрсетейін түсінікті болу үшін. Біраз қасық салмамызды салып, қамырымызды самса тәріздес түйеміз. Қаттырақ қысыңқырап түйеміз. Қазанымызға салғанда ашылып кетпеу үшін қаттырақ қысамыз осылай. Ортасын осылай кішкене қалдырамыз. Барлық қамырларымызды дәл солай түйіп шығамыз. Бұл тағамыз өте ерекше дәмді болып шығады. Сіздер де ерінбесеңіздер, осылай жасасаңыздар керемет, өте тойымды тағам. Мінекей барлығын түйіп шықтық. Дайын болған қамырларымызды қайнап жатқан қазанымыздағы сорпамыздың үстіне саламыз. Шетінен барлығын біркелкі салып шығамыз. Сорпамыз қатты қайнап тұру қажет, себебі қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмауы керек. Осылай барлығын қамырларымызды салып шықтық қазанымызға. Бір 5-10 минуттай қатты осылай қайнатып алып, бетін жауып, орташа отта астын қоямыз. 1,5 сағатта пісіреміз қамырымызды. Мінекей тамағымыз пісіп шықты. 1,5 сағат өткен соң өте әдемі, ауызда ериді. Жеген уақытта қамыры да толық піскен. Мінекей арасын сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Піскен қамырымыз дәмді болып шығады. Ерекше дәмді, тойымды, бір жасағаннан шығатын тағамы. Видеоны соңына көргендеріңізге рахмет. Сіздермен қаламқас. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіздер. Сіздерге де кеңес берер едім осы тағамды жасауға. Бір жасағаннан шығатын керемет тойымды ас. Кешкі асқа керемет.